көрермендер, сіздермен бірге мен Мансур. Бүгінгі менің қонағым Исатай Шұғыла. Қандай байқауларға қатыстың? Тек қана термемен емес, осы вокалмен де Алматы қаласына барып, бірінші орын лауреат атанып келген. Әлеуметтік желіде белсендісің бе? Кішкентай балалар қазақылық аспаптағы нәрселерді тыңдамай, арзан әзілдерге, арзан күлкілерді тыңдап, соған еліктейді. Бірақ мен оларға айтатын ұсынысым: жайықтың бойы ең жайлау, жайықтың бойы ең жайлау, ежелден бабам жайлаған Исатай мен Махамбет. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Мансур. Балалай YouTube жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің қонағым Исатай Шұғыла. Сұхбатқа келісіп келгеніңе рахмет. Енді өзің жайлы таныстырып кетсең. Мен Исатай Шұғыла Мейрамқызы 2007 жылы Орал қаласында дүниеге келгенмін. 5 жасымнан бері ата-ана мені өнерге баулыды. 5 жасымда ең бірінші ұстазым Адема Хайролла қызы мен қолыма алғаш домбыра ұстатқан осы Адема Хайролла қызына мыңда бір алғыс айтамын. Өйткені мені осы өнер жолына әкелген үшін оларға үлкен рахмет айтамын. Осы арқылы мен өзімнің өнердегі жолымды таптым десем де болады. Қай мектепте оқисың және де қандай басқа өнерлерің бар? Мен номер 46 жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысымын. Ал осы домбыра классынан музыкальный мектептен номер 2-ші балалар саз мектебінде оқып бітіргенмін. 5 жасымнан 5 жыл қатыстым. Содан осы музыкалық мектепті бітіріп шықтым. Ал термеден басқа көптеген өнерлерім бар. Мысалға, мен мектепте шағын шығармалар жазамын, эссе, өлеңдер өзімнің ойымнан шыққан. Және де вокалмен өлеңдер айтамын. Осы Оралдың артистеріне еліктей отырып, мен олардан көптеген тәлім ала отырып, осындай менің жұлдыз болуыма әсер етіп жатырған кісілер. Қазір немен айналысып жатырсың? Қазір мен әкім жанынан құрылған қыз бозбала ансамблінің мүшесімін. Қандай жүлделерің бар және қандай конкурстарға қатыстың? Мен ең бірінші осы 6 жасымда Астана қаласына барып, Ақкөгершін байқауынан 3-ші орын лауреат атанып келгенмін. Және де ансамбльмен Астана қаласына барып 2-ші орын лауреат атанып келгенмін. Және де осы тек қана термемен емес, осы вокалмен де Алматы қаласына барып, 1-ші орын лауреат атанып келген. Және де тағы да көптеген жетістіктерім бар. Сенің осы өнеріңді мектепте ұстаздарың немесе сыныптастарың қалай қабылдайды? Менің ұстаздарым, достарым, сыныптастарым мені жақсы қабылдаған. Өйткені мен мектепте де шараларда белсене қатысып, мұғалімдердің айтқан екі етпей, солай мұғалімдердің де оқушылардың да жүрегін жаулап алдым. Өйткені кішкентай кезімнен бастап мектеп сахнасынан бастадым. Және де осы мектепке үлкен алғысым шексіз, өйткені менің өнерімді ары қарай дамытуға үлесін қосқан адамдар. Әлеуметтік желіде белсендісің бе? Я, белсендімін. Менің ойымша қазіргі кезде кішкентай балалар осы қазақи нақыштағы, қазақылық аспаптағы нәрселерді тыңдамай, арзан әзілдерге, арзан күлкілерді тыңдап, соған еліктейді. Бірақ мен оларға айтатын ұсынысым: тек қана оларды емес, осы өзіміздің қазақ екенімізді ұмытпай, осы қазақи нақыштағы аспаптарды, өлеңдерді қалай тартылуын, қалай орындалуын тыңдап көруге кеңес беремін. Қазір карантин кезінде көп шаралар, концерттер өтпей жатыр. Ал сендердің жұмыстарың қалай жүріп жатыр? Мен осы жастар мәдениет үйінде халыққа жақсы көңіл-күй сыйлап, осы концерттерге белсене қатысып, халыққа онлайн концертті ұсынып жатырмыз. Көптеген концерттер қазір түсіріліп жатыр да, және түсіріліп болды. Сол көптеген қаралымдар жинап, халыққа жақсы күшті көңіл-күй сыйлап жатырмыз. Қазір осы жерде менің көрермендеріме бір ән орындап бере аласың ба домбырамен? Я, жақсы. Орындайтын термемнің аты «Дала рухы». Жайықтың
жайықтың бойы ен жайлау, ежелден бабам жайлаған Исатай мен Махамбет, Құрманғазы Динамен толықсып жатыр айналам. Әбу Бәкір кердері Марабай жырау жырлаған, мұраға менің байдалам. Өсен тұнған жеріне, қасен тұнған еліне, құт қонған айдың көліне, дарған кие шөліне, құбыласын сайдалам. Ана тілің арың деп төрінен орын беретін, сөзіме егін теретін, даналыққа келгенде, даралыққа келгенде, саралыққа келгенде, желмаядай желетін, анаңда үлгі беретін, атаңда үлгі беретін, байрағым сенсің сенетін. Жасай бер мәңгі байдалам, айда-еу, айда-еу, айда-еу. Рахмет көп-көп осы сұхбатқа келісіп, осында арнайы келгеніңе. Саған шығармашылық табыс тілеймін. Тек қана алға, биіктерден көріне бер. Саған да рахмет, осы YouTube каналыңда, Instagram желісінде оқырмандарың көбейе берсін, саған да тек алға. Бүгінгі Шұғыламен сұхбатымыз бітті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.